Ғажаптың бәрі өзінде, көзінде сұлу әлемі, әдебі әрбір сөзінде, жан емі оның сәлемі. Келбеті күнге келіскен, нәзіктен нәзік сұрыққан, бесіктегі әппақ періштең, бастауы әдеміліктің. Пәк болып туған обастан, мүсіні мыңды арбаған, көңілі оның көк аспан, көркінің құны бар ғалам. Кестеде ептеп бұрымды, бәрібір сұлу жаны нұр, жүрегі оның бұрынғы, қазақтың қызы ол бәрібір. Өзінде бәрі ғажаптың, көзінде көркем әлемі, ақиқат жалғыз, қазақтың қызының бәрі әдемі. Мен Жақып Гүлжан, Қырғауылды ауылындағы Қазақ орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімін. Менің өмірлік ұстанымым, сені сыйлағанды, сен де сыйла. Және бұл өмірде өз әкемді мақтаныш етемін. Бір Аллаға ғана сенемін. Менің бала күнгі арманым ұстаз болу. Ұстаз бұл үлкен әріппен жазылатын есім. Ұстаз, адал, мейірімді, парасатты, өзінің бойына бар жақсылықты жинайтын, сол жақсылықты басқаларға сарқып беретін мейірімді жан. Менің басты міндетім қоғамдағы әртүрлі өзгерістерге бейімделе отырып, ұлт көшбасшысын дайындау. Бір сөзбен айтқанда, болашақ ұлт тағдыры менің қолымда тұр. Мамандығым бұл өмірімнің мәні мен мазмұны. Қазіргі 21 ғасырда жаңа технологияны меңгерген, жаңашылдықты жатсынбайтын, болашақ ұрпақ алдындағы жауапкершілікті сезінетін мұғалім ғана жетістікке жете алады. Білім беріп, балаларға барлық жақсыны үйретіп жатқан біздің сынып жетекшіміз Гүлжан Жақып қызына, мектеп басшылығына,
барлық меңгерушілерге, директорға алғысымыз шексіз ата-аналар атынан. Сәлем достар, біз бірінші А сынып оқушыларымыз, бізге мектепке бару ұнайды. Гүлжан апайымыз жақсы адам. Гүлжан апайымыз, ұстазымыз, сіздерге мың алғыс. Елім барда